Бүгінгі саннан көретіндеріңіз Шерзаттың өлімі айтылмаған ақиқат. Шырсақта олардың қолы ұзын адамдар. Бәрібір тауып алады ғой біз. Олардың қолы аяғы ұзын адамдар. Сенат төрағасының орынбасары Жақып Асанов шынымен Атышулы Хасанның туысы ма? Мен танымайын, білмеймін, көрген емеспін ол адамдарды. Әншілер Шерзаттың өлімі жайлы не дейді? Шерзаттың өлімі туралы Хасандағы сурет неге халыққа жауап бермейсіздер? Мен айтпаймын. Ал депутаттар ше? Бұл мәселені жіті қадағалауын сұраймын, тілеймін, талап етемін. Жоғарғы соттың бұл құзырындағы мәселе. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Талғардағы 16 жасар Шерзаттың өлімі біраз адамға ой салды. Біраз адамның маскасын шешті. Маскасын шешті. Жалпы осыған дейін Шерзаттың өлімі туралы шу біраз жерге жетті. Біразымыз қозғап жатырмыз десе де, менің жаныма бататыны ел алдында жүрген әншілер неге осы іс жайлы тіс жармады. Әншілер болсын, блогерлер болсын тіл қатпады. Неге Шерзаттың өлімі жайлы айтылды? Енді ол қазір енді онымен былай енді тікелей айналысып жатқан құқық қорғау органдары бар. Шерзаттың өлімі туралы пост шығардыңыз ба? Жоқ, мен ештеңе салған жоқпын. Неге? Мен ештеңе салған жоқпын. Енді әрине мен де ол барлығын салу міндет емес деп ойлаймын. Или міндет деп ойлайсың өзің? Міндет деп ойлаймын, өйткені халық, әнші енді қоғамның, халықтың адамдары шығар ғой. Оны заңның адамдары өздері бәрін зерттеп жатыр, шешіп жатыр. Академик те айтуы мүмкін, әнші де айтуы мүмкін, актер де айтуы мүмкін. Бірақ солардан бір керемет бір өзгеріп жатқан нәрсе жоқ сияқты мысалға ше. Неге халыққа жауап бермейсіз? Мен айтпаймын ондай, мен шаруам жоқ саясатта, аулақ жүрмін. Әншілер болсын, блогерлер болсын, кез келген халықтың алдында жүргеннен кейін сіздер халықпен санасуға, халыққа есеп беруге міндеттісіздер деп ойлаймын. Себебі халықтың арқасында күн көріп отырсыздар, нан тауып отырсыздар. Әншілермен сөйлесейік дедік, біразы бізбен сөйлесуден бас тартты, бұл тақырыпты қозғағымыз келмейді дейді. Жанар Айжанованың маған аулақ жүр дегені, оның қазаққа аулақ жүріңдер дегені деп түсінем. Жарайды, әншілерді қойшы. Біздің бір-бірімізді өлтіргеніміз аздай, жетпегені 100-ге бөлінуіміз еді. Хуторскилар Албанның жігіттері, Шерзат өз өліміне өзі кінәлі, кіші жүздің жігіттеріне сауап деп ауыздарыңыз қисаймай қалай айтасыздар, а? Шерзаттың анасы да Албан, ал не өзгерді? Не өзгерді? Кіші жүз екенін біліп жаным ашмай қалды, үйін өзі өртеді деп айтқандарыңызға жол болсын. Шерзаттың балалық шағы, бақыттағы шағы, иесі сіңген үйді өз әкесі қалай өртейді? Осындай ойға келген адамдардың өзі жауыз деп білемін. Сіздер өте қаталсыздар. Видео тарады, әкесі екен бастаған, қолында пышақ дедіңіздер. Сіз сол жерде болсаңыз не істер едіңіз? 13 айуан сізге жабылса, балаңызды қорғау үшін пышақ орнына не алып шығар едіңіз? Айтыңыздаршы. Бізге кесілген видеоны көрсеткендерін білесіздер ме? Мейлі қар жаудың қолында пышақ делік, ал ол біреуді жаралап па, біреуді өлтіріп пе? Сосын маған хайп қуалап жүрсің деген сынды хаттар келуде. Менің отбасым жоқ па, әлде менің 2 басым бар ма? Маған қысым келмеді деп ойлайсыздар ма? Қазақстанда әділдік болса, мен де жатар едім, үнсіз ақ. Хайп қуаладың деп қолдарын шошайтып суретке түсіп, бандитский музыканы қойып, талғар күт деп салатындар қайтасыздар. Солардың біреу жетіп па талғарға? Айтпақшы, жоғарғы соттың бұрынғы төрағасы сенатор Жақып Асановтың хутор бандасының басшысымен туыстық қатынасы бар деген ақпарат тараған болатын. Асанов та тасада қалмай бұл қауесет туралы түсініктеме берді. Мен танымайын, білмеймін, көрген емеспін ол адамдарды. Енді неге жариялап берсеңіз қазір енді жалғандық көп қой жалпы. Әлбетте оның бәріне сене беруге болмайды. Бірақ енді кім біледі, менің атымды шығарайын деп біреу. Яғни Қасымбаев дегенде танымаймын деп. Танымаймын. Мәселе тек менде емес, жалпы жалғандық көп. Әрине оның барлығы қазір мынау тергеу амалдарын жасауға үлкен кедергі жасалады. Қазақта сөз бар ғой, жел соқпаса, шөптің басы қимылдамайды. Сіздерге сұрақ, сенатордың сөзіне сенуге бола ма, жоқ па? Төменде пікір жазып кетіңіздер, мен оқимын. Сенім демекші мәжіліс депутаты Ардақ Назаровтың Талғарға барған сапарының шынайылығына көпшілік сенбей, тіпті бұл жарнама жасап жүр деген тұжырымға келді. Әрине, Ардақ жауапсыз қалсын ба? Қожа Насырдың әңгімесін білесіздер ғой. Атынан мінсе неге мінді дейді халық. Атын жетектесе, неге халық атын жетектеп дейді. Бір кезде баласымен мінсе, неге баласымен мінді дейді, өзі мінсе, өзі мінді деген әңгімені білесіздер. Яғни халыққа барсаңдар ренжиді, не үшін барды, хайп керек па, өзін көрсету үшін барды ма, неге барды дейді. Ал егер мен Алматы облысы азаматы ретінде мен бармайтын болсам, онда халықтар неге отыр мынау? Не үшін біз сайладық деген сөзді айтады. Сондықтан
Мен ол жерде, мен тағы да айтамын, депутат ретінде емес, мен азамат ретінде барып тұрмын. Болған жағдайды көзімен көріп, шындықты көріп, өз аузынан естігім келді. Әңгімені Қожа Насырдан бастаған Ардақ мырза, Қаржаубайдың үйіне барғаныңызды ешкім сынап жатқан жоқ. Егер сіз үндемей барып қайтсаңыз, ештеңе демейтін едік қой. Оператор жалдап, видеоға түскеніңізді сынаған қазақ кінәлі ме сонда? Айтыңызшы. Жарай, Ардақ Назаров былай тұрсын, біздің көтінен кейін сиетін басқа депутаттарымыз Шерзаттың өлімі жайлы не деді? Тыңдайық. Ішкі істер министрлігінің бұл мәселені жіті қадағалауын сұраймын, тілеймін, талап етемін. Бұны шешетін жаңағыдай сот органдары, жоғарғы соттың бұл құзырындағы мәселе. Кім не десе де Шерзаттың отбасына оңай тиіп жатқан жоқ. Бұлай деп отырғаным біз күні кеше қайғыдан қан жұтқан отбасымен жолығып, сұхбаттасып қайтқан едік. Баламның сондай құлындағы дауыс шығып, келінімнің баламның шырылдап жатқан өз көзіммен көрген әжемін. Неге десе сол жерде мен де болдым. Мен бардым сол жерге. Балдарым не болса да құн төле десең төлейміз, не айтсаңыздар бәріне қайылымыз. Ол кішкентай нәресте ғой, ол балапан ғой әлі деп шыққанымда менің қолымнан сүйреп құлатып тастады сол балдар. Олар ішіп алған. Мен құлап жатырмын, телефоным ана жаққа ұшып кетті. Орнымнан тұрайын десем, екі бордюрдың ортада бордюр қалып, екі аяғым екі жағына түскесін, орнымнан тұру қиын болып жатқан кезімде деп еңбектеп тұрып телефон алам дегенше келінімнің құлындағы дауысы шықты. Көмектесіңдер, скорый деп артыма қарасам, екі балам теңнен құлап жатқан екен. Екеуі де өлді деген ой келді де, мен сол жерде өзім не болған білмеймін. Не болды маған, мен өзім қазір түсіне алмаймын. Өлі екенімді, тірі екенімді, не істеу керек екенін мен сол кезде түсіне алған жоқпын. Себебі мен шоковый состояниеде болып қалдым. Сіздер айтып отырған қыздар сол жерде топырласып, солардың машинасына мініп кеткенін мен анық көрдім көзіммен. Сіздер оларды куәгер деп отырсыздар. Куәгер болған адам, сол 12 адам, 11 адам тапырлап теуіп жатқан кезде жанайбатпен іш болмаса бір жігітті әрқайсысы құшақтап құтқаруға тырыспас па еді, сол видеоға түсіп қалмас па еді. Халқым, соған неге сіздер қарамайсыздар? Соны неге сіздер бізді өзімізді кінәлағысы келген үкіметке мен осы жанайғайымды жеткізіп тұрмын. Бұл қалай болғаны? Жәбірленуші болып барасың да, менің баламды қаралап, менің балама күйе жағып, пышақ ұстады, басқа қылды деп, ақиқат көрініп тұрған нәрсеге көз жұмып, ал болмаған нәрсені болдыға шығарып, монтажлап тастаған видеоны, ол видео жоқ болып кетіп еді ғой, қалқым-ау. Жоқ болып кеткен жерден ол қалай шықты? Ол видео көрсетілмей тұрып, хутордың адамдары ақталып, басқа адамдарды мақтап, даттап, елінің жақсы екенін, халқының жақсы екенін, адамдарының жақсы екенін айтып, ақталып тұрған ана ақсақалды шалдарды Құдай көрмейді деп ойлаймын екен. Маған таң қалатыны сол дүниелер, адамдар қалай болып кеткен, мына өмірде қандай адамдар бар екеніне таңым бар. Құдайдан қорықпағаннан қорық деген. Бірақ Алла мен жақта шығар, менің шырылдаған нәрестемнің қаны ешкімді жібермейтін шығар деп. Бірінші Тоқаев мырза, сізден өтініп сұраймын, осындай делоның жақсы алып барылуын қадағалауыңызды. Қазір мен ешкімге сенбейтін болдым. Ешбір адамға сенбейтін болдым. Ақиқатты айтатын адамдар керек емес, сіздерге заң бұзатын, адам өлтіретін қаншерлер керек болғаны ма сонда? Балам екеуміз келіспей тұрмыз қазір. Мама, бәрін қояқта кетейікші. Сіз балдарды алып кете беріңізші дейді. Қайда барамыз? Қайда барамыз біз? Қайда қашып бас сауғалаймыз? Қашсақ та олардың қолы ұзын адамдар бәрібір тауып алады ғой бізді. Олардың қолы аяғы ұзын адамдар. Қырқаяқ сияқты бірдеңелер олар. Жаңа Қазақстаннан үмітін үзген Шерзаттың отбасы тек әділдікті талап етіп отыр. Бұл кісілерге де оңай тиіп жатқан жоқ. Тікелей қол үшін соза алмасақ та, ең болмаса дұғада болайықшы қазағым. Мен бәріңізді жақсы көремін. Жаса қазақ.